Достар, BMW F15 X5. Мына нені қалай шешу қаңқасын, одан кейін редуктор қалай шешу керек, оның туралы айтпаймыз. Өйткені интернетте ақпарат көп. Біз бірден мына шатунный вкладыш дейді ғой. Мойын тірек, бұлғақтың мойын тіректері. Соны қалай айырбастадық, жағдайы қандай екен, соны көрсетеміз. 130 мың километр жүрген көлік, егер шынайы болса, қазір көрсетеміз. Жағдайы мынандай болып тұр. Қараңдар. Мынау мойын тіректер, бұлғақтың мойын тіректері, шатунный вкладыш дейді. Кольбен-шпиц саламыз. Өзінде тұрғаны BMW. Не BMW деген. Мынандай мойын тіректер тұрған. BMW деп біз кольбен-шпиц саламыз. Ол да немістігі, мынандай пластик гейдж керек. Яғни арасын өлшейміз. Енді білікпен мойын тіректің екі арасына салып, несін өлшейміз. Қанша миллиметр болып тұр екен арасы. Вот, не ойлайсыңдар, айырбастау керек пе, жоқ па, көлік 130 мың жүрген. Мен ойынша айырбастау керек. Бұлай салуға болмайды, міне қап-қара болып кеткен. Мынау үстіңгісі, мынау астыңғысы, төмендегісі. Бүйтіп қалдырсаңыз, көп сұрайды, айырбастау керек пе, жоқ па, мен ойым айырбастау керек. X5 F15 объем 3. Көлік 138 318 километр жүрген.